Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 3-ші сынып математика 28-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, маған 30 подписчик үшін рахмет. Енді мен осылай түсіретін болам, біреудің алмай. Өйткені мен мобизин арқылы, жарай ма? Маған 30 подписчик үшін көп рахмет. 40 подписчик жасайықшы, жарай ма? Ал енді бірінші тапсырмаға қарайық. Тоқтаңдар балалар, сіздерге бүгінгі тақырыпты айтпаппын. Қорытындылау біз еліміздің мақтанышымыз дейді. Енді бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырмада бізде балалар міне есепте болашақта кім қандай мамандық иесі болуды армандайтынын айт. Балалардың атын ата. Міне бізде Асқар дейді. 9-ға көбейтем 8, қосамыз 250 тең. Сонымен балалар сіздерге айтам. Асқар бізде, кім дейсіңдер? Асқар бізде әскери адам екен. Әскери адам. 9 көбейту 8, қосу 250 тең болады. Бізде 322. Сонда Асқар әскери адам. Міне осы Асқар бізде әскери адам екен. Келесі. Бізде Рақымжан дейді. 600 азайту жақша 54, қосу 26 дейді. Тең болады 520. 520 бізде бұл жерде Рақымжан, міне біріншісі 520. Ол Рақымжан өрт сөндіруші екен. Енді келесі. Бізде Санжар дейді. 350 азайту 70 көбейту 1. 170-ке көбейтеміз 1, бізде 170, 350-ден азайтамыз. 170 тең 180, сонда 180-ді іздейміз. 180 бұл бізде полиция қызметкері аты, бізде Санжар екен. Енді келесі. Айғаным дейді. Жақша 150 азайту 140, жақша тең бізде 150-ден 140 тасақ 10 болады. 10-ға көбейтеміз 2, қосамыз 65, сонда бізде 85. 85 болады екен балалар. 85-ті іздейміз міне. Бұл бізде әуе жол серігі екен. Айғаным бізде әуе жол серігі. Енді Дариға дейді. 380 азайту 5 көбейту 8. Тең болады 340. Бізде Дариға 340 дейді. Ол мұғалім екен. Ал енді ең соңғы Маржан. 250 азайту 205 бөлу 5 дейді. Сонда 9 шығады. Маржан бізде дәрігер екен. Түсінікті ме балалар? Ал енді екінші тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырмада есептерді шығар дейді. Асы әрбір көйлекке қадау үшін 9 түйме қажет. Егер 63 түйме жұмсалған болса, онда қанша көйлек тігілген дейді. Енді әсі қоршаудың 4 бөлігін құрасу үшін 32 тақтай қажет. Осындай 10 бөлікке қанша тақтай қажет дейді. Бысы бұғандалы 5 шеге 40 теңге тұрады. Егер 80 теңге жұмсалған болса, онда қанша шеге сатып алынған дейді. Бысы шеге салынған жәшіктің салмағын 14 килограмм. Осындай 5 жәшік қанша тартады дейді. Қазір сіздерге жазып көрсетемін. Міне балалар, екінші есептің асында бізде әр көйлекке қажет 9 түйме дейді. Жұмсалды 63 түйме. Тігілді белгісіз көйлек. Осы шешуіне 63 бөлеміз 9 тең 7. Жауабы 7 көйлек тігілді. Ал енді әсі. Әсі екінші есептің асы. Ой, балалар кешімде асы екен. Негенде жақсы болды. Әсі 4 бөлікке 32 қажет. 4 бөлікке 32 қажет. 10 бөлікке белгісіз қажет. Осын шешуіне 32-ге бөлеміз 4 тең 8. 10-ға көбейтем 8 тең 80. Жауабы 80 тақтай қажет. Сонда 10 бөлікке 80 қажет екен. 80 тақтай қажет екен. Ал енді бысы. Соңғысы гысы бар. Екінші есептің бысы 5 шеге 40 теңге тұрады. Жұмсалды 80 теңге. Сатып алынған белгісіз шеге. Осын шешуіне 40-қа бөлеміз 5 тең 8. 80 бөлу 8 тең 10. Жауабы 10 шеге сатып алынған. Ал енді высы.
Осында бізде салмағы 14 килограмм, 5 шашық белгісіз қанша килограмм тартады. Ол үшін шешуіне 14 көбейту 5 тең 70. Жауабы 5 шашық 70 килограмм тартады. Ал енді Г-сы. Балалар екінші есептің В-сы Г-сы жоқ екен, онда үшінші есепке қарсы есептерді шығар дейді. А-сы. Құрылыс бригадасында 4 әйел бар. Бұл барлық құрылысшылардың 3-тен 1 бөлігі. Бригада барлығы қанша адам бар? Үшін құрылыс бригадасында 4 әйел бар дейді. Бұл барлық құрылысшылардың 3-тен 1 бөлігі. Бригада барлығы қанша адам бар? Сіздерге қазір жазып көрсетемін. Қазір балалар көрсетемін. Менде қазір ол кішкентай болып жатыр. Міне хадин көрсетіледі екен. Міне. Үшінші есеп А-сы. Әйел адам 4. Бұл құрылысшылардың бірден 3 бөлігі. Барлығы белгісіз қанша адам бар. Шешуіне 4-тен бөлеміз 1, тең 4, 4-ке көбейтеміз 3, тең 12. Жауабы барлығы 12 адам бар. Ал енді әсіне қабылдады 20. Олардың 5-тен 1 бөлігі балалар. Дәрігер белгісіз қанша бала қабылдады. Шешуіне 20 көбейту 1, тең 20. 20 бөлу 5, тең 4. Жауабы 4 бала қабылдады. Ал енді келесі тапсырмаға қарайық. Жарай ма балалар? 4-ші тапсырмада есепте дейді. Санның үлесі, санның жартысы 15-ке тең. Санның 3-тен 1 бөлігі 9-ға тең. Санның 4-тен 1 бөлігі 10-ға тең дейді. Ал екінші санның үлесі, санның 6-тан 1 бөлігі 2-ге тең. Санның 8-тен 1 бөлігі 7-ге тең. Санның 5-тен 1 бөлігі 10-ға тең дейді. Балалар санның жартысы 15-ге тең. Бізде ол 30. Санның 3-тен 1 бөлігі 9-ға тең. Онда 27. Санның 4-тен 1 бөлігі 10-ға тең дейді. Бұл 40. Ал енді келесі әсі. Әсінде бізде санның үлесі дейді. Санның 6-тан 1 бөлігі 2-ге тең. Онда 12 болады. Санның 8-ден 1 бөлігі 7-ге тең. Сонда 56. Санның 5-тен 1 бөлігі 10-ға тең. Сонда 50 болады. Ал енді 5-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш дейді. Балалар, мен 5-6 тапсырмады үйге берген жарай ма? Бұлар сізде оңай болады деп шешем. Онда 7-ші тапсырма мен 8-ші тапсырма бізде ауызша. Міне, сен дүкенге келдің, сенің 1000 теңгең бар. Кез келген 3 тауарды таңда. Сатып алынған тауарына қанша ақша төлейтініңді және саған қанша ақша қайтаратынын есепке шешуін жаз. Осы екі бағаннан екеуін де алуың керексің. Мен тауар бізде. Біріншісінде шай берілген, шай. 250 теңге. Бізде май 360 теңге. Печенье, дәмді печенье бізде 220 теңге. Шоколад 330 теңге, е? Ал енді мен қайсыны таңдаймыз балалар? Ойланайық. Бізге айтады, кез келген 3 тауарды таңда дейді. Осы 4 тауардан 3-еуін таңдау керек. Мысалы балалар, мен шай ішемін, және печенье жеймін, және шоколад жеймін. Сонда 330-ға 220-ды қосам, және 200 теңге болады. Сонда менде барлығы 800 теңге болады. Сонда маған тауардың қанша ақша төлейтін және саған қанша маған, сонда 200 теңге қайтарды. Шешуін жазамыз, жарай ма? Ал енді 8-ші тапсырма. Дойбы жарысына Мақсат, Бекзат және Бақыт өз сыныбының намысына қорғады. Олардың бірі 3А, екіншісі 3Ә, ал үшіншісі 3Б сыныптарында оқиды. Бірінші ойнады Мақсат пен 3А сыныбының оқушысы ойнады. Екінші ойынды Бекзат 3Б сынып оқушысымен ойнады. Ал Мақсат демалды. Кім қай сыныпта оқиды дейді. Біз айтады, Мақсат пен 3А сыныбы ойнады. Сонда 3А бізде Бекзат болды, е? 3А. Ал Бақыт бізде 3Б болды. Түсінікті ме? Немесе
бізде бекзат бақыт үшінші А болса, бақыт біз үшінші Б, ал бекзат үшінші А, ал мақсат үшінші Ә бопты. Жарайсыздар балалар. Енді сабақтың тақырыбы бойынша тапсырмалар мен сұрақтарды құрастырыңыз. Оймен бөліс, ойластыр, ұсын. Осыны да орындаймыз дәптерге осылай жазып. Балалар, бүгінгі сабақ сізге түсінікті болса, назарларыңызға рахмет, көп-көп сау болыңдар.